Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Атырау KZ. Бүгін біздер мына баклажкадан міне ночник жасауды үйренеміз. Андай түнде жағып жататын бар ғой, типа светильник сияқты. Бұл дейтін өте оңай тәсіл, үйренулеріңізге болады. DIY былайша айтқанда. Оған тек баклажка керек. Кез келген баклажка, менде тек колонка болғасын ала қойдым. Зажигалка керек болып қалады просто. Міне зажигалканың фонаригі керек нәрсе. Сосын міне канцелярский пышақ. Алғыңыз келсе скотчты ала қойыңыз. Енді біз бастаймыз. Ең алдымен бізге тек баклажканың крышкасы керек. Крышкадан мынаның көлемімен бірдей қылдырып кесесіздер. Қазір мен бұл жерін көрсетпей қойын, енді ұзақ уақыт алып, тек видеоны просто тоқтата тұрам. Достар, мен мына крышкамен бірталай алыстым. Ақырында күйдіріп, бүйтіп, ортасын тестім. Міне әрең дегенде көрініп тұрмын омен. Әрең дегенде тесіп, мынаның ортасын. Мынау ұстамай міне. Одан скотч тақ қойдым. Енді дейтін мынаның ортасына скотчтаймыз, я? Дәл осылай. Дұрыстап қарап алыңыздар. Дәл осылай болып тұрады. Дәл осылай ортасына саламыз да. Баклажканы, естеріңізде болсын, баклажканы міне. Осындай не тыстап кетеміз әрі кеткенде бір. Осыға дейін толтырамыз да. Міне. Осы тұсқа дейін толтырамыз. Міне мына тұсқа дейін. Осы тұсқа дейін толтырамыз сумен. Бұнтта енді көрсетпей қойын. Су толтырып отырғанын бұраталап бірден бейді. Істелген көріп, сосын тест жүргіземіз ары қарай. Қараңғыда қаншалық жанатын. Достар, міне суды толтырдық. Міне қараңыздар. Тұршы бір орында. Мен дейтін мынадай тыстап кетіппін міне. Төменірек алғанда міне мынадай. Және мұны қисық кетіп қалай бере ма, бірдеңе бас. Енді дұрыстап бүйтіп тікесінен қою керек. В общем, міне бұлай салғанда, міне осындай болып тұрады да жалпы. Бірдеңе дұрыс емес болып тұр мерді. Или мұнау бутылка үлкен ба, біртүрлі мұнау бутылка үлкен ба, или фонарик әлсіз ба, сондай бірдеңе. Қазір мен бұрайым, орнына қоям, я? Бісміллә. Енді қараймыз. Шамамен алғанда осындай бірдеңе шығады енді. Сіздерде бутылка кішкентай болу керек. Ал енді свет сөндіріп қараймыз. Типа осындай нәрсе шығады да, міне қараңыздар. Осындай нәрсе. Міне. Тек бұлай камера дұрыс алмай тұр комнатта. Бұлай нормально өзім. Жарық болып тұр, айналамды көріп тұр мен. Камера алмай тұр ғой, просто фокус. Фокусты алмай алды. Міне типа осындай нәрсе шығады. Міне қараңыздаршы, міне қақ ортасы қап қараңғы да. Асты жарық, сосын үст жарық. Бұның бұлай болып тұрған себебі, бұл не? Біріншіден бутылка үлкен. Екіншіден бутылка деп, баклажка деген орсын бутылка деп. Масқара болды ғой, орсын құттай олдарға арналған бутылканы айтып жүрді. Біріншіден баклажка кішкентай. Кішкентай деп үлкен ойбай. Қуып отыр. Баклажка үлкен, біріншіден. Екіншіден фонарик әлсіз, қараңыздаршы, фонарик әлсіз да. Үшіншіден жоқ. Үшіншіден өте тамаша айналам менің. Бірақ сіздерге көрінбей тұр да, бұлай. Айналам жарық, мен көріп тұрмын барлық нәрсені.
Так, осымен видеоны аяқтаймын достар. Ұнаса жасап қараңыздар, түнде кеңес берем. Өте әдемі болады. Баклажканы чуть-чуть кішкентай қылдырып алыңыздар. Әрі кетсе, так, мынау дейтін 2 литрлік баклажка, 2 литрлік коланың баклажкасы. Сіз дейтін шамамен алғанда кәдімгі буратинаның баклажкасын қолдануларыңызға болады. Буратинамен де сынақ жасап көреміз. Айтпақшы. Дәл қазір неге көрмеске да, достар? Буратинамен жасап, қазір күте тұрыңыздар. Буратинаны да толтырамыз, сосын тоже қараймыз енді айырмашылығын. Так, достар, міне буратинаны да толтырдық. Буратинамен міне былай қарасаңыздар, екеуінің биіктігін, несінің көлемін ажыратып, буратино едәуір нормально кішкентай болды, бойлар енді сәл-сәл кішкентай 2 литрлік коладан. Так, бұл жерде назар аударатын бір нәрсе бар. Мен дейтін, мысалы колаға суды мынадай қылдырып құйсам, мынаған енді нормально қылдырып алдым. Осы қалай болып тұрады екен деген тип. Так, енді жабайық. Фонаригім түсіп кетпесін ішіне. Фонариг әлсіз, шынымды айтайын бар ғой. Нормально бір фонариг алсаңыздар болатын еді сонда. Ноды тоже сондай сияқты ғой. Сондай секілді. Қазір қарайық. Қазір камераны алайын. 1, 2, 3 свет сөндіреміз. Жоқ. Нормально ғой. 2 литрлікке қарағанда, 2 литрді ала алмай тұрды. Бүйтіп қасам барсам көріне ме екен 2 литр? Білмеймін, бірдеңе шағылсады. Амарыңыздар. 2 көз қарап тұрды, 2 көз қарап тұрды. Мен 3 көз болып кетті. Так, короче, бұл жерде назар аударатын бір нәрсе. Буратинанкі де бармайды екен, ондай қатты. Асты жанып тұр, бұның да тоже жалтырлап. Үсті нормально көрінеді, міне тек. Ортасынан тек чуть-чуть қана бір көрінбей тұр. Так, бұлай қарайық. Так, дейтін. Меніңше, достар, так, бұнда фонарик әлсіз сияқты. Фонарик. Зажигалканың фонарик, өлімтік зажигалка екен. Астын қара. Астындағы әдемілікті қара. Мен бағана скотч. Канцелярский пышақ. Көріне ме? Так, 2 литр көрінді. Так, достар, мынау дейтін комнатты нормально алып тұр. 2 литрлік колаға қарағанда. 2 литр коланың сыртына қарағанда. Так. Ұнаса жасап көріңіздер, кеңес берем жасауға. Түнде ұйықтай алмайтын жандар, свет жағып жататын жандар, осын жасаңыздар, қараңыздар. Лайк басып каналға тіркелеміз. Тегін лайкты аямаңыздар, достар. Каналға тіркелейік, жаңадан ашылған канал. Бірге дамытамыз. Қызықты видеолар түсіріп тұрам, анда-санда. Тағы да осындай DIY түсір десеңіздер, комментке қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Атырау KZ. Бісміллә. Не күттейм арғайды. Сіздермен бірге болған Атырау KZ. Қош, сау болыңыздар. Жасап қараңыздар, кеңес беремін. Тек, айтпақшы, айтып кететін бір жайт. 2 литр ондай қатты шамбат. Мынау дейтін бірде неше екен, бірде бірдеңе әйтеуір. Бұл да дұрыс шамбат. Так.